Майра бұл үйге келін болғанына 7 жылдан аса уақыт болды. Келген жері өте жақсы отбасы еді. 60-қа жақындаған атасы мен 50-ді еңсерген енесі түсінігі мол жандар еді. Майра қалаған уақытта ұйқыдан тұрып, қалаған киімін киіп қызындай жүрді. Арада 7 жыл өткенде қайнысы үйге алыс бір облыстан келін келді. Өзінен 8 жас кіші қызға абысын болды. Келіннің есімі Айда еді. Айда қарапайым ауылдың қызы еді. Күнде таңертең иіліп сілемін салып, орамалын тастамай тағып жүрді. Мейірімді келінге Майра бір аптадан соң оңаша отырғанда болды. Енді қонақтардың аяғы басылды. Орамалыңды тастап сілем салмасаң да болады. Негізі бізде сілем салмайды, тым ерсі көрінеді. Мамадан пападан рұқсатын алып берем деді. Келіні жымиып, жоқ, жеңешемен сілем салсам үлкендердің батасын аламын ғой деді. Айтқанына көне қоймаған соң гүл болмасаң бүл бол дегендей үндемей қоя салды. Арада бірнеше ай өтсе де келін сілемін үзбеді. Алғашында үрке қараған ағайындар көп жаса келін деп көздері үйрене бастады. Бір күні келіннің төркіннен суыт хабар келді. Айданың ағасы жол апатынан көз жұмыпты. Бұлар ақылдаса келе құданың аулына келінді жалғыз жібермей, қасына атасы күйеуі, жіне абысына Майра еріп баратын болып жолға шықты. Жаназаға үлгерді. Шулап жылаған адамдар, өте көп туыстар, ауылдың бүкіл адамы жиналып жаназасы да өтті. Айданың ағасының келіншегі жап-жас келіншек, аяғы ауыр екен. Бірде есін біліп, бірде есін білмей жылай күнді батырды. Ертесіне Айданы төркініне күйеуі екеуін тастап, Майра атасы екеуі қайтатын болып ерте тұрды. Майра сонда байқады. Зыр жүгіріп қызмет жасап жүрген келіндердің барлығы сілем салып, орамал тағып жүр екен. Тіпті орта жасқа келген елдерде сілем салғанда таң қалды. Барлығы таңертеңгі шиға отырды. Қонақтарда көп еді. Дастархан жайылып, ши ішіліп жатқан бөлменің аяқ жағында келіннің бөлмесі бар екен. Бұлар ши ішіп бола бергенде көздері ісіп қызарып кеткен келін бөлмесінен шықты. Түнімен жылап көздері ісіп кеткен ау шамасы шыға сала ши ішіп отырған көпшілікке сілем салды. Еле сонда дастарханда отырғатып тұрып келіннің құшақтай алды. Ашы дауыспен: бауыр етім балам еді, ажал келіп қапыда қанатымнан қайырды. Жап-жас болған қызым-ау, мейірімсіз сұм тағдыр сілеміңнен айырды деп бар даусымен жылады. Бұл сөздерге жыламаған жан қалмады. Майраның денесі түршігіп кетті. Есіне келіннің сөздері түсті. Жеңеше мен сілемді күйеуімнің өмірі ұзақ болсын деп саламын ғой дегенін енді түсінді. Жол бойы ойынан құдағиының ашы даусы кетпеген. Майра үйіне келе сала енесіне сілем салды. Енді үнемі салайыншы мама деп енесін құшақтап жылай берді. Амандасудың, сәлем берудің нығметтері қайда жатыр десеңізші. Біздің қазақтың тәрбиелік салт дәстүріне не жетсін шіркін. Бұл әңгіме тәрбиелі мән бар деп білсеңіздер жандарыңызға азық болар.